طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاب. Ассаламу алейкум, құрметті Түркістан халқы және исі мұсылман қауым. Бүгінгі мына руханият бағдарламасының тақырыбы ата-ананы құрметтеу және туған туыстармен жақсы қарым-қатынаста болу болды туралы болмақ. Бүгінгі біздің руханият бағдарламасының қонақта Түркістан қаласы орталық Түркістан Ахмет Яссауи мешітінің наиб имамы Сүлеймен Қаримолла Тілеуұлы ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз дейміз сіздерге. Бүгінгі мынау тақырыбымызда өз айтып тұрғандай ата-ананы құрметтеу және туған туыстармен жақсы қарым-қатынаста болу. Барлығымыз білеміз, осыны сіз кеңінен айта өтсеңіз, және осы исламдағы ата-ананың орнын, туған туыстармен қарым-қатынас, ағайын, көршілік, ақылар туралы қысқаша түсіндірме жұмыстарын өткізсеңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу ала хазрати расулихи Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мақтау Раббымызға болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауаттар болсын. Ақиреттің жақсылығы, мұттақин, тақуа, момын, мұсылман, сіз біз жамағаттарға Алла Тағала насіп еткен болсын иншаллах. Бүгінгі сізге Алла разы болсын. Осы мәселені көтергеніңізге, бұл мәселе деген өте бір күрделі мәселе болғандықтан шамамыз келгенше Аллаху Табарак ва Тааланың аяты каримасыменен иншаллах бұл мәселені бастасақ деген ниеттеміз иншаллах. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана. Яғни Аллаху Табарак ва Таала аяты каримасында айтады: ибадат қыл Аллаху Табарак ва Таалаға, ешбір нәрсені Аллахқа серік қоспа, тек бір Аллахқа бойсын. Ва бил валидайни ихсана, ата анаңа жақсылық жаса дейді Аллаху Табарак ва Таала. Одан кейін вал ятама вал масакин вал жаризил қурба вал жаризил жунуб ва сахиби бил жам ва бин сабил ва ма малакат айманукум дейді Алла Таала аят каримасында. Яғни сен ата анаңа жақсылық жаса, одан кейін жетімдерге, жесірлерге, пақыр міскіндерге, көрші қоландарыңа, жақын көрші, алыс көршілеріңе, қолыңдағы қызметшілеріңе барлығыне не жаса, яғни жақсылық істе дейді. Міне аят каримасына келетін болсақ, осы аят каримасына осылай Аллаху Табарак ва Таала сіз бізге ата ананың, көрші қоланның, туған туыстың қалай бізге қандай жақын екенін көрсетіп тұр. Ал енді хадиске келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: ең Аллаху Табарак ва Тааланың ең жақсы көрген амалы қайсы деген кезде, ахаббу илаллах, яғни Аллаху Табарак ва Таала қандай амалды жақсы көреді деген кезінде, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ки, бірінші ас-салату ала уақтиха, намазды өз уақытында оқу, 5 уақыт намазда болу. Одан кейін биррул валидайн дейді, ата анаңа жақсылық жасау. Міне көрдіңіз бе, Аллаху Табарак ва Тааланың аятында, ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келетін болса, пайғамбарымыз хадисінде осылай түсіндіріп тұр. Ал енді уал джихаду фи сабилиллах дейді, Аллах жолына жихад дейді. Ал енді ол жихадты біз қалай түсінеміз? Жихад деген мәселе мынандай нәрсе. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен Бадыр соғысынан келатқан кезінде сахабаларға тұрып айтты: сендер соғыс бітті деп ойламаңдар деді. Себебі ол Бадыр соғысы ең үлкен шайқас болды. Ол үлкен шайқаста сендер ойламаңдар бітті деп. Ол кіші шайқас еді деді. Ал енді кіші шайқастан біз үлкен шайқасқа кетіп бара жатырмыз деді. Ол үлкен шайқас кім деді? Үлкен шайқас ол яғни шайтан менен, нәпсі менен күресу деді. Шынымен нәпсіге келетін болсақ, нәпсі деген ол бойын бергісі келмейді. Мысалы жаңа ата ананы деген, мысалы елді деген нәрсеге ол нәпсі мойындатқысы келмейді ғой. Шайтан ол бізге ашық дұшпан екен. Алла Тағала аят каримасында
айтып тұр. Инна шайтана лил инсани адуун мубин. Шайтан сендерге ашық дұшпан, сендерді адастырады дейді. Ал енді бірінші адастыру осы бізді осы ата-ананы құрметтемеуден мәселені адастырады. Ал енді екінші аятқа келетін болсақ, Аллаху табарак ва таала аяты кәримасында айтады: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияһ ва бил валидайни ихсана имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ва килахума фала тақул лахума уффин ва ла танхархума ва қул лахума қаулан карима" дейді. Ал-ая. Яғни сен хүкім берілді, саған бұйрық берілді Рабб тарапынан. Алла та'буду илля ияһ, сен Алла Таалаға ибадат қыл. Одан кейін ата-анаңа жақсылық жаса. Егер сенің ата-анаң қарт түрінде сенің қолыңа қалып қойған болса, не істейсің деп тұр да. Ал енді жас болса ол мейлі, ол сен өз аяғымен жүреді. Ал енді қарт түрінде сенің қолыңа қалып қойса, атаңның біреуі немесе анаң, немесе екеуі де қолыңа қарт түрінде қалып қойса, не істейсің дейді. Фала тақул лахума уффин, сен оған деп те айтпа дейді. Оған жіркіп те сөйлеме, ұрсып та сөйлеме оған дейді. Ва қул лахума қаулан карима, өте жұмсақ, әдемі сөздер сөйле дейді. Вахфиз лахума жанаха зулли мин рахмати ва қул рабби рхамхума кама раббаяни сағира дейді тағы да аят кәримасында. Яғни сенің ата-анаң сондай халда тұрған кезінде, сен ошын қанатыңды жайып айтқан кезде сол ата-анаңның аяғының астына дейді. Сен қалай қылсаң да сол ата-анаңның көңілін тап дейді. Себебі сені кішкентай кезінде сені қалай тәрбиеледі ол дейді. Сені қандай еркелетті дейді. Ал енді сондай кішкентай кезінде сені еркелеткен кезінде, ал енді сен неге оны еркелетмеге? Қолына келгенше оны алақаныңа көтерсін дейді. Егер сен ата-анаңның разылығын табам дейтін мақсат болса сенде дейді. Ал енді тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіне келетін болсақ, яғни ата-ананың аяғының астында жаннат дейді. Ал енді сен ата-анаңды ысырып тастап жаннат тауып ал демейді ғой. Сен аяғының ұшына басыңды иіп тұрып, арқалап болса да сен оның анаңның, әкеңнің разылығын табы дейді. Себебі ананың разылығы, әкенің разылығы ол Алланың разылығы, Алланың елшінің разылығы ол. Өте керемет, рахмет, Алла разы болсын. Және мынау қазір ата-ананың құрметтеу туралы Құрандағы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадис шәріпінен үлкен жақсы ғибратты әңгімелер айтып жатсыз. Енді осы исламдағы біздің туған туыс, ағайын тумамен өз бауырлар арасында қоғамда кездесіп жатыр ғой. Бауырлармен бір дүниеге таласу, бауырлар көрші қолаңмен араласпау, көрші қолаңдардың арасында қарым-қатынас, туған туыстардан бөлектену, осы мәселеде исламда қандай орын бар? Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Анас разиаллаху анху риуаят қылады. Егер сен өміріңнің ұзақ болуы, сенің өміріңе бір береке келуін қалайтын болсаң, сен туысыңменен жақсы қарым-қатынаста бол дейді. Сен туысыңменен жақсы қарым-қатынаста бол дейді. Егер сенің өміріңнің ұзақтығы саған керек болатын болса, сенің ертең өміріңе өмір бойы саған берекелі болатын болса, сен осы нәрсені істе дейді. Яғни силай рахим дейді оны. Яғни туыстарыңменен жақсы қарым-қатынаста бол дейді. Ал енді тағы бір жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Егер сенің туысқандарың жақсы қарым-қатынаста бол, егер ол адам саған жамандық істесін болса да, сен ол адаммен жақсы қарым-қатынаста бол дейді. Қандай жамандық істей берсін, бірақ сен ол менің жақсы бола бер дейді. Себебі дейді, жақсы болған үшін саған сауап жазылады. Ал енді ол туысың үшін сен дұға жаса, соған жақсы болуына дейді. Егер ол жақсы болмайым деп, өзі сол жамандығымен жүретін болса, бұлай айтқан кезде сен бұлай түсін оны дейді. Яғни ол бір күл қоқыстың үстіне отырды, күл қоқысты аузына салып жеп жатыр. Соны қалай түсінесің дейді. Бұлай айтқан кезде сондай қатты күнәға батып жатыр ол дейді. Ал енді бір риwаятында айтады. Яғни саған жаман ойлаған үшін, сен қанша жақсы әрекет жасай беретін болсаң, сен жаман ойлаған үшін ол туысың осындай мысалдан азапта болады дейді. Яғни бұлай айтқан кезде күлдің ішіндегі қызыл-қызыл шоқтарды аузына салса қалай болады? Бір адам оны сала алмайды да аузына. Сондай бір қатты қиыншылық болады. Ертең бұлай айтқан кезде ертең қияметте қатты азап болады ол үшін дейді.
Сол себептен сен қолыңнан келгенше сол туысыңа силай рахимді жақсылық жаса дейді. Сол кезде сен егер саған жаман ой жасайтын болса, сен оған жақсы әрекет жасайтын болсаң, сол кезде силай рахим деп осыны айтады дейді да. Ол енді жақсылықпенен қарайтын болса, сен әрине жақсылық істейтін. Ал енді саған жамандықпенен қарайтын болса, сен жақсылық істеу, нағыз мейірім, рахым деген осы нәрседен шығады дейді енді. Ал енді мысалы бағана ата-анамыз жайлы осы туған жайлы келіп жатырмыз ғой осы жайлы. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы Асма бинті Абу Бәкір разиаллаху анху бір күн Расулалладан сұрады да, бұл уақиғада бұл. Расулалладан сұрады: "Я Расулалла, менің анам келіп тұр екен, бірақ анам дінді қабылдамаған. Сол анамға бір рахым ретіне, силай рахым бір жақсылық ретіне бір көмектессем бола ма? Ол есіктің алдына келіп тұр екен, соған сіз не дейсіз?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрады да. Сол кезде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам не деді? "Ей Асма, ол сенің анаң. Бар, сен анаңа жақсы шын көңілің менен сондай бір жақсылап тұрып, оған жақсылық жаса" деді да. Ал енді өкінішке орай көптеген бауырлар мысалы тұрып айтады: "Ананы қоя берейік, әкені қоя берейік. Мысалы ол намаз оқымаған, немесе басқа ол ибадатта емес, оны тыңдауға болмайды" дейді да. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тыңдауға болмайды десе, өзінің жұбайына неге сен барып анаңа басқа дінде болса да сен көмектес, жақсылық жаса деп тұр? Әрине бұның барлығы пайғамбарымыздың істеген амалы болғандықтан біз сол амалды қатты ұстауымыз, біздің ата дәстүрімізге келсек те, біздің шариғатымызға келсек те, осы бізге өте керекті амалдардың бірі деп санаймыз иншалла. Ол мәселелер біз кейінгі кезде осы ғалым турбеттерінен немесе кейбір азаматтардың өздерінің ауыздарынан, жан-жақта қоғамнан осы сұрақ көбінен келеді ғой. Жаңағы осы намаз оқымау, намаз оқымаған адамды діннен шығару, және оған құрмет көрсетпеу деген сияқты мәселелер. Жаңа өзіңіз айтып тұрғандай, енді пайғамбарымыздың уақытында пайғамбарымызға қарсы, пайғамбарымызды ұнатпаған қаншама сахабалардың аналары болса да, пайғамбарымыз қызмет етуді бұйырған екен. Иншалла олар осы мәселені енді кеңінен ары қарай дамытсаңыз, бізде қазір қоғамда, өйткені бұл көп келісетін нәрсе ғой. Ата-анамызды құрметтемеу керек, ол ішеді, ол намаз оқымайды, дінде жоқ деген сияқты. Сол мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Ал енді ол мәселеге келетін болсақ, Аллаху табарак ва тағала бағана аят карималарында айтты ғой иншалла. Сол себепті біз егер тағы бір жерінде айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде, егер сенің дейді ата-анаң дүние салып кетсе, бір күн сахабалармен отырған кезде жаннат ата-ананың, кімде-кім ата-анасына қызмет жасаса жаннаттың кілтін табады, осылай деген мәселелерді айтты да. Сол кезде әке-шешесі барлар марқайып қалды да, жерде қуанып, өте бір керемет болып қалды да. Не деген міне біздің асыл тажымыз қолымызда тұр екен, бұл айтқан кезде жаннаттың кілті қолымызда тұр болды деді. Сол кезде деген әке-шешесі дүние салған кісілер бар. Олар мұрайып қалды да, маңайып қалды. Бұл айтқан кезде өте көңіл еңсесі төмен түсіп кетті. Содан кейін Расулалладан сұрады: "Я Расулалла, біздің әке-шешеміз дүние салып кеткен. Біз енді не істейміз, не істей білеміз" деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұрып айтты: "Сен әке-шешең дүние салған болса да, әке-шешеңнің туыстары бар, әке-шешеңнің достары бар, әке-шешеңнің ағайыны бар, жора жолдастары бар. Сен бар соған жақсылық жаса. Әке-шешеңе қандай жақсылық армандаған болсаң, сол жақсылығыңды соларға жаса. Сол кезде сен иншалла ата-анаңның разылығын табасың" деді. Бұл жерде ешбір жерде айтып тұрған жоқ, сенің әке-шешең намаз оқымаса, туған туыстарың намаз оқымаса, жас үлкен адам ол оқымаса, оның алдынан мысалы оған жақсылық істеме деген нәрсе Құранда да, хадисте де жоқ. Себебі дін деген сондай бір көркем дін, біздің асыл дініміз сондай бір берекелі дін. Сол себептен біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нені істеді, біз соны істеуіміз біздің міндетіміз. Көрдіңіз ба? Егер сенің әке-шешең дүние салған болса да, соның туған туыстарына, ағайындарына жақсылық жаса деді. Сол кезде сен әке-шешеңе жақсылық жасағандай боласың деді. Біздің ата дәстүрімізге келсек, не дейді? Әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Көрдіңіз ба? Біздің мысалы біздің дәстүрді ешкім жоққа шығарамайды оны. Себебі ол дәстүр қалтасынан шығарған ешкім жоқ бұны.
Бұның барлығын өмірінің соңына дейін сол ата-бабаларымыз өзінің осы асыл дінімді ұстайын, ертең менің ұрпағым дінсіз болып қалмасын деп, олар барлығы араб тілін білмейді ғой, ішінде араб тілін білмейтіндері шығып қалады, оқымағандары болып қалады деп, бізге түйедей сөздердің бәрі түймедей қылып түйіп бізге дайындап, бір ауыз сөзбенен, мысалан, ата-анаң дүние салса, сенің әке-шешеңнің көзін көрген өлмесін деп былай бір сөздің толықтай түйініменен бізге дайындап беріп кетті да. Сол себептен біз еш уақытында бұл жолдан адаспауымыз керек. Бұл адасқан, ол әрине ертең Аллаху табарак ва тағаланың азабына душар болатыны айдан анық. Және бір сұрақ, мына ата-аналарымыз, жаңа айтып жатсыз, ата-аналарымыз қайтыс болған болса, оның жолдастарымен қарым-қатынас үзбеу керек деген сияқты. Және біз осы қайтыс болған ата-аналарымыздың Құран бағыштап, аталарымыздың күнәларын кешіру үшін Алладан дұға ете аламыз ба? Ол кейбір жерлерде айтып жатады, ол өлген адам болды, өлді, оның артынан ештеңе бармайды, оларды жабыл қазан қою керек деген сияқты мәселе қозғалады. Біздің асыл дінімізде осы Ханафи мазхабында Құран оқытып жатады, артынан 7-сін беріп жатады, 40-ын беріп жатады деген сияқты. Сол нәрселерді кейбір жерлерде осы бауырларымыз жоққа шығарып, бұл дұрыс емес деп айтып жатады. Сол мәселелерге тоқталып өтсеңіз. Ал енді оған келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Әрбір адам дүниеден ақырет сапарына аттанып көз жұматын болса, бүкіл амал даптерлері жабылады дейді. Бірақ 3 амал даптер оған қияметке дейін сауап жетіп тұрады дейді. Бірінші ас-садақату жария, жария садақаты. Мысалы көпір саламыз, мешіт саламыз, аялдама саламыз, бір адамның пайдасы тиетін бір орындар саламыз, құдық дегендей, мысалы халыққа қызмет орындарын, мысалы мектеп саламыз дегендей. Ал енді бірінші бұл болатын болса, екінші ұстаз. Ұстаз мейлі ол дини болсын, мейлі дүнияви болсын. Сол ұстазеке шәкіртке адамның манфиатын, осы халыққа пайдалы бір нәрсені үйретеді. Кәсіп үйретеді, мысалы кәсіптің ішінде өте бір сауатты, білімді, зиян емес нәрселерді үйрететін ұстаз. Сол адамда, ұстазда дүние салса, қияметке дейін сауап жетіп тұрады дейді. Бағана жария садақа істеп тұрған адамда қияметке дейін сауап жетіп тұрады дейді. Ал енді үшіншісіне келетін болсақ, وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ дейді. Дуа жасайтын салих ұрпақ артына қалған адамның қияметке дейін сауап жетіп тұрады дейді. Ал енді салих ұрпақ деп кімді айтамыз? Салих ұрпақ деп сондай ата-анасын естен шығармаған адамды айтамыз. Себебі біз әр намаздың артынан дұға жасаймыз. Бүкіл момын мұсылман халықтың барлығы сол дұғаны жасайды. Яғни мысалы не дейді? Аллахумма ғфирли вали валидайя. Я Раббым, мағфират қыл, мені кешір. Вали валидайя, одан кейін менің ата-анамды кешір дейді. Салих ұрпақ болса, болмаса бұны қайдан үйренеді? Вали ұстазия, одан кейін менің ұстазымның күнәсін кешір. Вали жамиал муъминина вал муъминат. Момын мұсылман жер бетіндегі ел болсын, әйел болсын, еркек болсын, барлығының күнәларын кешір деп, әр намаздың артынан дұға жасаймыз. Әр бір Құран оқып болғаннан кейін артынан осындай дұға қылып бақштаймыз. Себебі ертең қияметке, мысалы кімде-кім Құранменен бірге болатын болса, Құран оқылып тұратын болса, қияметте оған Құран нұры болады, оған шафаат болады иншалла. Рахмет, бүгінгі мына уақыт бөліп сұхбатыңызға келгеніңізге арнайы. Және мына осыны бүгінгі руханият бағдарламасының бір ауыз ата-бабамыздың жақсы бір сөзімен бітсек деген ниеттеміз. Ата-аналарыңа мейірімді болыңдар, сонда перзенттерің де мейірімін көресіңдер дейді. Яғни бұл сөздің қарап отырсаңыз шығу төркіні сонау Құран мен хадистен алынғандығын көрсетіп тұрғандай. Иншалла Алла тағалам барлықтарымыздың әке-шешелерімізді құрметтеуде, туған туыстарымызбен жақсы қарым-қатынаста болуды нәсіп еткен болсын. Ақыретте осы Алланың алдында жүзімізді жарық етуін, ата-аналарымыздың аман, дендерінің сау болуын, ағайын тумаларымыздың ауызбіршілікте болуын Алла нәсіп еткен болсын. Рахмет. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب